Қайырлы қазақ елі. Жасампаздығымызды жаңа белеске көтерген тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қазақ жері табиғи қазба байлықтарға ғана емес, талантымен талайды тамсандырған дарындарға да бай. Егемендіктің таңымен таласа туған өнер иелері, тәуелсіздігіміздің толағай табыстың таңдаулысы. Біз бүгін осы туралы сөз қозғамақпыз. Тәуелсіздік құрдастарымен таныс болыңыздар. Руслан Өмірбекұлы, маған кел. Болады. Ел егемендігімен бірге есейіп келе жатқан Өркен Өмірбекұлы Атырау облысы Құрманғазы ауданында туған. Жастайынан спортқа ден қойған дарынды жас өз биігін бағындырып келеді. Осы институт қабырғасында Қазақстан Республикасының қоян қолтық ұрыстан чемпионы болдым осы жылы. Және де кир тасын көтеруден алтын медальға ие болдым. Және қол күрестен алтын медальға ие болдым. Ағасына еліктеп өскен Өркеннің әскери саланы таңдауы тегін емес. Елін, жерін қорғайтын азамат ол халықтың қалауысы болады деген сенімдемін. Және бұл әркімнің міндеті. Алматыдағы радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институтында оқып жүрген курсанттың арманы асқақ. Болашақта өзім жаныма күрес жақын болғандықтан Қазақстан барысы болуға ұмтылып, сондай жетістіктен көрінсем бе деген алдымда маңызды армандарым бар. Руслан Өмірбекұлы радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институт түскеннен бастап өзін тек қана жақсы жағынан көрсетіп, оқуда және спортта озат, ержүрек, адал, әскери білімде ұдайы меңгеріп, қазақ елі өз отанының патриоты болып жүрген жігіттердің бірі. Келесі кейіпкеріміз Сауқанова Рауанның дүниеге келуі ел тарихымен тығыз байланысты. Менің өмірге келуімнің өзі қызық жағдай болды. Себебі туған жылымда күнімде осы тәуелсіздік алған күнмен бірдей болып шықты. Туған жерім Ақмола облысы Зеремді ауданы. Кішкентайынан гимнастикамен айналысқан Рауан өнерге құштар болып өседі. Біржан Салатындағы музыкалық колледжге түстім. Көкшетау қаласында бір жыл оқып, Алматы қаласына ауыстым. Кейін енді консерваторияға оқып өттім. Бүгінде Алматы қаласындағы нөмір 4-ші Панфилов атындағы Ресей Қазақстан мектебінде ұстаздық қызметте. Менің енді басты арманым, менің оқушыларым үлкен сахналарға шығып лауреат болса екен деп. Енді менің білім бергенімді, менің жұмыс істегенімді ертең көрсетсе, менің деңгейім олардың ойнауының арқасында көрінсе. Саксофонның үнін аспаптың көмегінсіз орындайтын Әділ Ахметжанов Қызылорда облысы Шиелі ауданының тумасы. Ерекше өнерін кездейсоқ байқаған. Колледжге жаңағы Жүргенов атындағы өнер академиясының 2-ші сатысына түскеннен кейін, сол уақытта бір Музарт ансамблінің «Сен келерсің» деген әні хит болып жатты. Сен келерсің бір күні деген. Соның басында трубамен ойналатын жер бар. Соны естіп алып бір жүрегіме жағып, осыны қайтып шығарып алсам екен деп, өзім ыңырсып жүрген. Bir күні коридорда өздеріңіз білсеңіздер, жаңғырық болады ғой, бірдеңе салған кезде. Жаңғырық болған кезде бір күні бір саксофонның дауысына ұқсап кетті. 3 жасынан бастап ән шырқап жүрген өнерлі жігіттің жетістіктері де аз емес. Алғаш 1-ші классқа мектепке барған кезде әнші балапан деген байқау бар, білетін боларсыздар. Сол байқаудан бас жүлдені жеңіп алдым. Одан кейін Бозторғай деген байқау бар. Сол жерде бас жүлдені жеңіп алдым. Бозторғайдан кейін Балдырған балдаурем деген болды. Ол жерде 3-ші орын жеңіп алдым. Ол жаңағы бала кезіндегі, мектептің кезіндегі байқаулар болатын. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында оқып жатқан білімгер Қазақстан дауысы байқауында сәтті өнер көрсетіп келеді. Өнермен асқар шыңға талпынған дарындар еліміздің мақтанышы. Құрметті қазақ халқы, сіздерді тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Өнермен жарқын болашаққа ұмтылайық. Елін қорғайтын азаматтар көп болсын. Теңіздің қасиеті тамшыдан танылады. Біз бүгін дарындардың санаулысын ғана сөз еттік. Осындай жастарымыз барда Қазақстан жаңа әлемнің жаңалықтарына ұмтыла бермек. Қазақ елі осындай.